Шымкенттік әйел қытайлық препараттар ішіп денесінің 90%-ын зақымдаған. Шымкентте белгісіз препараттан әйел адамның аллергиясы ауыр дәрежеге келіп жеткен. 27 қарашада қаладағы номер 2 ауруханаға 54 жастағы әйел түскен. Әйел денсаулық жағдайына байланысты жансақтау бөлімінде түскен. Әйелдің бүкіл денесінде іріңді бөртпелер безгегі, бас ауруы және жүрек айнуы байқалған. Оның сөзінше, бұл белгілердің пайда болғанына 5 күнде өткен. Әйел адам қытайлық дәрігерлер мен жақпаларды қолданған. 4-ші күні аллергия белгілері байқалған. Әйел ауруханаға түскенде жағдайы ауыр болды. Денесінің 90%-на зақым келген. Беті мен денесі ісіп кеткен дейді науқасты емдеп жүрген дәрігер. Дәрігерлер реанимация бөлімінде 2 апта бойы қарқынды ем жүргізді. Қанды гемофильтрациямен тазартқан. Нәтижесінде әйел адамның жағдайы жақсарып, терісі қалыпқа келген.